Қайырлы күн ата-аналар, ұстаздар, оқушылар. Бүгінгі сабағымның тақырыбы тоғызқұмалақ есебі. Нешінші отауға түседі ойыны. Егер сабағым ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазыңдар. Өткен сабақтың тапсырмасын қарайық. Мұнда бірінші құмалақтарды төртінші отауға жинасақ, 3 жүріс болады. Төртінші отауды таратып, жүрістерді есептесек, 5 жүріс болады. Барлық жүрістерді қосқанда 8 жүріс болады. Нешінші отауға түседі ойынның шарты бойынша отаудағы құмалақтың қай отауға түсетінін білу үшін бірінші отаудағы сан мен құмалақ санын қосамыз. Қосқан кезде 10-ға дейін болса, бірді азайтамыз. Мысалы, 8 болса, 8-ден бірді аламыз. Бұл 7-ші отауға түседі. 11-ден 20-ға дейін болса, соңғы санды қараймыз. Мысалы, 15 болса, соңғы сан 5 болғандықтан 5-ші отауға түседі. 20-дан 30-ға дейін болса, бірді қосамыз. Мысалы, 27 болса, бірді қосамыз. 28, соңғы сан 8 болғандықтан 8-ші отауға түседі. 30-дан 40-қа дейін болса, 2-ні қосамыз. Мысалы, 32 болса, 2-ні қосамыз. 34, соңғы сан 4 болғандықтан 4-ші отауға түседі. Ал енді мына тапсырманы орындап көрейік. Мұнда бастаушының 2-ші отауында 6 құмалақ, 5-ші отауында 11 құмалақ. Қостаушының 4-ші отауында 22 құмалақ, 7-ші отауында 24 құмалақ. Бізге отаудағы құмалақтардың соңғы құмалағы нешінші отауға түсетінін анықтау керек. Құмалақтарды жүргенде солдан оңға қарай санау бойынша таратамыз. Бұл тапсырманы былай орындайды. Бастаушының 2-ші отауында 6 құмалақ болса, 2-ні 6-ға қосамыз. 8 шығады. 8-ден 1-ді азайтамыз. 7. Соңғы құмалақ 7-ші отауға түседі. 5-ші отауда 11 құмалақ болса, 5-ті 11-ге қосамыз. 16. Соңғы сан 6 болғандықтан қостаушының 6-шы отауына түседі. Қостаушының 4-ші отауында 22 құмалақ болса, 4-ті 22-ге қосамыз. 26, ойдан біреу қосамыз. 27, 7-ші отауға түседі. 7-ші отауда 24 құмалақ болса, 7-ні 24-ге қосамыз. 31 шығады. Ойдан 2-ні қосамыз. 33, соңғы құмалақ бастаушының 3-ші отауына түседі. Ал енді осы тапсырмаға сәйкес мына тапсырманы орындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Нұржан Мырзашұлы. Келесі сабағымда кездескенше сау болыңыздар.